Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ісік өскіні. Этиологиясы, патогенезі. Бүгінгі сабақта ісіктің анықтамасын, мәнін, себебін, сыртқы құрылысы және көрінісін, қасиетін, клиникалық морфологиялық көрінісін және де түрлері жайлы айтатын боламыз. Ісік латынның тумор деген сөзінен шыққан, гендік аппараты өзгерген торшалардың шексіз, бақылаусыз көбеюі. Адамда, жануарларда, өсімдіктерде кездеседі. Ісік торшаларының ерекшеліктері: анаплазия, торшалардың жетілуі, мамандану қасиетін жоғалтуы. Катаплазия, ісік торшаларының жаңа, ерекше қасиетке ие болуы. Атипизм, құрылымы, қызметі, зат алмасуы қалыпты торшадан өзгеше. Морфологиялық, биохимиялық, антигендік. Ісік себептері: канцерогендер. Ісіктің туындау себептеріне химиялық, физикалық, вирустық факторлар әсер етеді. Ісіктің пайда болу процесін канцерогенез деп атаймыз. Бұл жерде химиялық факторларға әртүрлі химиялық дәрілік препараттар, ерітінділер жатады. Физикалыққа сәуле, ыстық суықтың әсері жатады. Ісіктің әсері: ісіктің екі түрлі әсері болады, жергілікті және жалпы. Жергілікті әсер қоршаған тіндерді қысады, бұзады. Жалпы әсер: зат алмасу бұзылады, қанның өзгерістері болады, ақуыз, липид азаяды және де әлсіреу, арықтау болады. Ісіктердің түрлері қатерсіз және де қатерлі ісік болып екі түрге бөлінеді. Қатерсіз ісік жақсы жетілген торшалардан тұрады, ол баяу өседі, метастаз бермейді, шекарасы анық, операциямен оңай алынады. Қатерсіз ісіктерге папиллома, аденома, фиброма, липома, остеома жатады. Қатерлі ісік: жетілмеген торшалар тез өседі, метастаз береді, шекарасы анық емес, қайта пайда болуы мүмкін. Қатерлі ісіктің негізгі түрлері: карцинома эпителийден, саркома дәнекер тінінен. Карцинома эпителийден дамитын қатерлі ісік болып табылады. Түрлері: жалпақ торшалы, аденокарцинома, шырышты, фиброзды, медулярлы. Ерекшелігі: айнала тінге еніп өседі, шекарасы анық емес, өлімге әкелуі мүмкін. Папиллома қатерсіз ісік, эпителийден дамиды, теріде, ауызда, өңеште кездеседі, сүйел тәрізді өсінді. Аденома безді эпителийден дамитын қатерсіз ісік, айқын шекаралы, жұмсақ түйін болып табылады. Рак қатерлі ісік түрі, эпителийден дамиды, түрлері: жалпақ торшалы, безді, шырышты, солидті, майда торшалы болып келеді. Қорыта келгенде айтатын болсақ, ісік күрделі патологиялық процесс болып табылады. Қатерсіз және қатерлі болып екі түрге бөлінеді. Қатерлі ісіктер өмірге өте қауіпті болып табылады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.